Қайғылы әрекеттерді қазір қазақстандықтар ғана емес, түгел әлем жасайды. Түгел әлем былай да былай деп боксер бейімбелейді. Сізбен біз түсіне бермейтін TikTok деген қосымша пайда болды. Еріккен ермек десек, әдесіне жаратушыларда, табыс табушыларда осы TikTokта отырады. Билейді, ән айтады, пародия жасайды. Тура бір сахна дерсіз. Онлайн сахна. TikTok не үшін пайда болды? Не үшін жастарға TikTok қазір ұнайды? Өйткені ол жерде шығармашылық еркіндік бар. Яғни сенде креатив болса, сенде идея болса, ол жерде барлығын жасауға болады. Басқа әлеуметтік желілерде, Инстаграмда ол дүниелер шектеулі, мүмкіндік шектеулі. Бұл жай ғана менің пікірім. Мынандай, ол жаңа дүние болғандықтан, ол жерде қаралым жинау өте оңай. Инстаграм, Фейсбук немесе басқа желілер таргет деген дүниеге отырып алған, яғни ол жерде сен ақша төлесең ғана просмотр береді. Сені жайдан жай саған просмотр бермейді. Ал TikTokта, яғни олар өздерін өсіру үшін саған жаңа интересный деген бар ғой. Сол жерге сені мүмкіндігінше тез түсіреді, мүмкіндігінше сенің просмотрыңды өздері көмектеседі. Сондықтан ол салған адамға да қызық, яғни сен бір видеоны Инстаграмға саласың, TikTokқа саласың, сенде подписчик жоқ, бірақ просмотр көп болады. Сіз әбден зерттеген. Жоқ, мен сол салада жұмыс жасаймын. SMM маманы бүге-шүгесіне дейін білесіз, оқисыз. Солай шығар. Әрине, сенің аудиторияң болса, сен танымал бренд болсаң, кез келген жерде ақша жасайсың. Қалай жүреді ол? Ол әдеттегідей ма? YouTube-та мысалы аз-маз монетизация деген нәрсе бар. Ол саған просмотр үшін саған Google-дан, Америкадан түсетін аз-маз ақша. Ал біздегі негізгі дамыған дүние, яғни жарнама берушімен тікелей келісу. Ол бізде екіге бөлінеді, ол жеке кәсіпкерлер немесе үкіметтен түсетін ақша. Қаншама ақпаратты жиып келген. Бұл таза барлау ғой, барлау қызметі ғой. Жалпы былай ғой, кез келген әлеуметтік желі, сенде интернет бар ма? Демек, сен туралы ақпаратты сен өз еркіңмен беріп жатсың. Ол Google болсын, ол YouTube болсын, ол басқа желі. Ал TikTokта не үшін шу шығып жатыр? Бізде қытайфобия деген нәрсе бар, TikToктың жинап отқан ақпараты, Facebooktың немесе Google'дың жинап отқан ақпаратын бірдей болуы мүмкін. Бірақ қытайфобия деген нәрсе, Қытайға қатысты сол нәрсе бізге шу шығаруға түрткі болып жатыр да. Яғни осыншалықты шу шығаруына. Айтыңыздар, жалпы ақпараттың бәрі қайда барады сонда? Нақты? Енді серверге баратындар, Big Data деген нәрсе бар. Яғни сол бүкіл ақпарат бір жерге жиналады, и сол нәрсеге анализ жасап, өзіне керек нәтижеңді шығарып отырасың. Қалаған дұрыс дүниеңді саласың. Қарсылық өзі солай болады. Міндетті адамда қарсылық болады, түсінбеушілік болады. Кейіннен адам оның темасын тауып, сол арқылы қаражат тауып жатқаны, яғни адам үйрене бастайды сол нәрсеге. Ол жерде бұл Қытайдың бізді құртып, үретіп, шіріту деген нәрсе емес ол. Ол біздің Қытайфобиядан туып жатқан нәрсе. Жаңағыда енді Қытайға кетіп жатыр деп жүрмін ғой барлық ақпарат. Мен бір компанияның анализін көргем, мен қай компания екенін айтпай қояйын. Соларда, мысалы, Астанаға қатысты адамдар, бай адамдар қай аймақта жүреді, мысалы, олар кешке қарай жұмысқа қай жерге барады, немесе үйіне қалай қайтады деген сияқты бүкіл статистика бар. Трамп қалай жеңді, немесе Украинаның президенті қалай жеңді. Олар әлеуметтік желі арқылы сондай базаны пайдалану арқылы жеңді. Яғни қай аудиторияға не керек, соны олар ұсынды. Яғни әр аудиторияға жеке өзіне керек нәрсесін ұсыну арқылы олардың көңілін таба білді. Былай ғой, айтып отыр, Инстаграмға салып, содан кейін бір TikTokқа деп. Бізде жалпы ақпарат ағыны жүрді. Ойбай, алдағы уақытта TikTok танымал болады деген. Яғни соған қарай бүкіл танымал адамдар соған қарап жайлап жылжи бастайды. Яғни мынаяқтан болашақта маған бірдеңе келуі мүмкін. Мен ол жақты дамыта берейін деп. Байқасам бүкіл шоу-бизнес өкілдерін TikTokта екінші аккаунт ашып, сол жағын жайлап дамытып жатыр. Ондай болмады, байқайсыз ба? Telegram қолданысы күрделілеу болды. Ақтамады өзі. Телеграмда тек қана ақпаратты оқу ғана бар, ал пікір алмасу деген Телеграмды чат ретінде қолданады, кәдімгі WhatsApp секілді, тек мүмкіндігі жоғары. Сондықтан ол қарапайым халыққа саяси каналдар болады ғой, мысалы, ертең біреу бірдеңе болады екен, немесе былай болды, анау деген сияқты. Оны біздің саяси жағдай оны қолдан жасады бізде, қысқаша. Жоқ, бірақ та ол бар, бірақ та менің ойымша ол бәрібірде бір өзінше орнын тапты. Өз орнын тапты, бізге керек. Әсіресе 42.500 теңгенің кезінде ол жағы өте жақсы. Өте жақсы, телебот жаңа, телеграм бот. Телеботтары көп қой, тек қана 42.500 емес, мысалы, өзіңнің ақпаратыңды білуге, сонға бар. Сол жаққа тіркелуге мәжбүр болды. Яғни қолданушылар саны көбейді. Не үшін бас тартады? ақш-та өзінің үлкен алпауыт әлеуметтік желілері бар. Соған конкурент пайда болған кезде, демек ақша соған қарай кетіп жатыр.
И және екі жақтың да саяси жағдайы бір-бірімен жақсы емес. TikTokта сондай мүмкіндіктерді, яғни түрлі креативті дүниелерді жасауға үлкен мүмкіндік берген. Мысалы, Инстаграмда басында стористағы дүниелер болған жоқ қой, түрлі эффектілер. Бұл жерде TikTokта сол дүниелерді әдемілеп алып келген. Плюс ол жерде музыканы қолдану өте жеңіл, әдемі. Яғни сондықтан, қолдануға жеңіл болғандықтан ол танымалдығы да солай тез болып жатыр. Инстаграмға қарағанда мүмкіндігі жоғары. Инстаграм мен TikTоктың айырмашылығы жермен көп қой. Иә, Инстаграмға сен өзің жеке суретін салып, әлде видеоң салып, дұрыс дүниені жазасың. Әркімнің қолдануына байланысты. Сол ғой. Бізге, мысалы, біздің қоғамға керек емес сіз TikTokқа тіркеліңіз, ол жерге пайдалы дүниелер салыңыз. Пожалуйста, сізге ешкім ештеңе демейді. Ешқандай шектеу жоқ. Жалпы қателеспесем 5 жыл бұрын мен айтып жүрмін, біз осы салада жүргеннен кейін ел болам десең, ютубыңды түзе деп. Яғни біз сол кезде айттық, ютубқа балаларға қатысты контент салыңдар деп. Ол кезде балапан, ешқандай телеканал контентін салған жоқ. Келе-келе енді осы соңғы 1-2 жылда ғана ютубқа көңіл бөліп, мемлекет тарапынан көңіл бөліп, контенттер салынып жатыр. Балапан өзінің контентін салып жатыр. Бұл да сол секілді дүние. Яғни біз мына жақпен сұраныс мына жақта, бірақ біз әлі мына жақта жүрміз да. Біз не істеуіміз керек? Біз мына жақтағы балдарды тәрбиелеу үшін бірінші зерттеп, соларға керекті аудиторияны ұсынуымыз керек. Біріншіден, әр кез келген әлеуметтік желінің балаларға арналған режимі болады. Немесе тыйым салып тастайды, балдар қолдана алмайтын қылып. Немесе балдарға арналған қосымшасы болады. Мысалы, ютубта балаларға арналған қосымшасы бар. Екіншіден, тыйым салу. Яғни бүкіл әлем бір жаққа қарай жылжып бара жатыр, сол жаққа бейімделіп бара жатыр да, процесс жүріп жатыр. Ал сен тыйым салып тастадың. Демек, сенің балаң ана кетіп жатқан дүниеден қалып кетті мына жақта. Басқанда әлі қолында кеппен күрегімен қалып кетті. Сен жауып тастауға болмайды әрине. Шектеуден гөрі бейімделу немесе түсіндіру деген дұрыс негізі. Әр әлеуметтік желінің өзінің жас шектеуі бар. Ол 18 немесе 21 жас болуы мүмкін. Ол біріншіден. Екіншіден, балаға сен ол нәрсені берер бұрын, сен бірінші ол бала оған дайын ба оны қолдануға. Сол нәрсені білуің керек та. Балаңды оны қолдануға дайын деп есептесең, яғни өз-өзіне жауап береді, дұрыс нәрсені көре алады деп, психологиялық тұрғыдан дайын деп есептесең, демек беруге болады. Шектеу деген ол біз үшін ең оңай нәрсе де, шектеу деген ол мүлдем дұрыс емес нәрсе. Керісінше, оны дұрыс пайдалануға балаға дұрыс жолын көрсету керек, бағытын беру керек. Ол балаға сен міндеттемейсің, сен Фейсбукқа 30 жаста тіркел, Инстаграмға 15 жаста тіркел деп. Балаға қызық па, демек сен бересің, дұрыс бағыт бересің. Балаға қызық емес па, мүлдем жолатпайсың. Қарапайым нәрсе. Негізгі жауапкершілік бұл жерде ата-анада. Әдетте біз дамыған ел деген кезде, мысалы, Жапонияға ұмтыламыз, Кореяға ұмтыламыз, ақш-қа ұмтыламыз. Ал бірақ осындай майда детальдарға келген кезде біз шектеу саламыз да. Ал бұндай шектеумен біз ондай дамыған елдерге, ондай дәрежеге жете алмаймыз. Майда детальді осы жерде ғана қозғап отырмыз ғой. Оны жастарға TikTokта қалай жеткізуге болады? TikTokта андай нәрсе бар, типа, мен Қытаймын ба, мен қазақпын ба, мен бірдеңемін ба деген сияқты. Білесің ғой да видеосын. Сол форматта сенің неңді жеткізсең, мысалы, есебіңді жеткізсең. Абай қай жыл туылды? 18, 20, 21, 22 деген сияқты. Беймен, танымал вайнер оны түсірсе, оны бәрі көреді. Яғни ол сразу ойланады қайсы екен деп. Соңында жауабын айтады. Жастар қарай ма? Қарайды. Соңында нәтижесі қалады ғой. Солай бейімделу керек болды. Жалпы біздің осы вайнерлер неге біздің осындай ұлттық мемлекеттік бір платформаларды насихаттап салмайды? Оларға ақша төлеу керек пе? Олар міндетті емес. Міндетті емес. Олар өз жұмысын өзіне керек ұлттың намысы борышы ғой енді өзінің. Жеке бас шаруасы болып кетеді ғой, әрине. Жоқ, қайдағы жоқ, мысалға керек емес. Текстпен сен ақпарат берсең, ешкім оны оқымайды. Бірақ сен соны әдемі суретке, жанына текстпен суреттің үстіне негізгі сөзді жазып берсең, адам оны көреді, оқиды, қызығады. Бұл сол секілді. Бірақ екеуі бір ақпарат, мынау текст, мынау сурет. Тек соған бейімделу керек, даму керек, өсу керек. Дұрыс бағытта пайдалану керек. Енді сырт жақтан келіп жатқан дүниелер улап жатса, енді өзің жасай алмайсың ғой, енді өзің жасай алмайсың. Пожалуйста. Автор отыр ғой, жасаса қолында ғой. Пожалуйста, сіз жасаңыз, ақша бөліңіз. TikTokқа қарсылас дүние жасап шығыңыз. Қолдамайды. Бізге хабарласып жатқан көрермен бар екен, тыңдайықшы. Алло. Ая Шалқар деген қыздың қатысуымен Инстаграмда сондай эффектілер пайдаланды, яғни қыздарға қатысты оюмен сондай дүниелер шығарды өткенде. Мысалы, сол секілді дүниелер жасауға болады. Оған әдеттегідей бір адам қаржыландыру керек, немесе мемлекет тарапынан қаржы бөліну керек. Сондай жобаларға қолдау білдіру керек. Яғни біз ешқашан Инстаграм немесе TikTokқа бәсекелес болатын дүние жасай алмаймыз. Біз тек сол дүниелерді бейімдей аламыз өзімізге.
Біз тоқтата алмаймыз бұны. Тоқтай алмайсыз, біз жасайтын дүние бәрібір. Жаныңызда Қытай тұрған кезде сіз оған шектеу қоя алмайсыз, өйткені саяси жағдайлар басқа дүние бар. Мүмкін өте үлкен қаржы немесе өте жақсы идея керек. Яғни TikTokқа қарсы тұратын біз платформаны ойлап таба алмаймыз деп. Дәл қазір 98%. Енді сәлем social media деген бар ғой. Олардың форматы басқа ғой. Олардың жасап жатқан әлеуметтік желілері бар. Бос күлкі ғой, енді ол жерде де бос күлкі ғой, арзан күлкі, ол жерде... Ол жерде вообще оның жанында TikTok жақсы деймін. 5 жылдығы, 175 жылдығы деп өлеңді насихаттап жатыр, видеосында насихаттап жатыр. Бірақ ешкімге қызық емес деп, потому что ойларын бәрі жаңа шетелден келген дүниелермен улап подачада жеткізуде. Мысалы, Өзен деген ұйым бар ғой. Солар Абайдың 175 жылдығына әдемі әндер, әдемі клиптер түсірді. Рэперлерді пайдаланып, вайдерлерді пайдаланып, әдемі съемкамен дүниелер жасады. Бір-екі адам істетті қалып кетті ғой. Оны жастар көрді. Оны сіз көрмейсіз оның подачасын. Мәселе сол жа. TikTok-тың адамын сіз түсінбейсіз да, TikTok-тағы адам Facebook-тағы немесе Instagram-дағы адам түсінбейді. А бұл жерде кім-кімге қарау керек? Үлкен адам жастарға сәл көңіл бөлу керек, солар түсінуге тырысу керек. Жастар ешқашан үлкендерді түсінбейді. Мәселе сол. Понятный нәрсе, бірақ